Жетісу облысындағы Ақсу және Көксу қант зауыттары тәтті түбір қабылдай бастады. Бүгін Көксу және Ескелді аудандарының шаруа қожалықтары алғаш болып өнімдерін өткізді. Облыстағы екі зауыт жыл соңына дейін 530 мың тоннаға жуық қант қызылшасын өңдеуге дайын. Қазіргі таңда Көксу қант зауытында 5 тиеу түсіру машинасы және 4 таразымен зертхана үздіксіз жұмыс істеп тұр. Қант қызылшасын қабылдау мен өңдеу үшін жұмысқа 500-ге жуық адам тартылмақ. Тәулігіне 2000 тонна өнім игеруге дайынбыз дейді зауыт басшылығы. Қазір зауытты дайындап, бүгінгі күнге енді дайындап отырмыз қазір қабылдауға. Енді біздер алға қойған мақсатымыз зауыттың қуаттылығын осы 27-28 жылға дейін көтеру. Қуаттылығы енді бұрын 1500 тонна болса, одан кейін 1800-ге өтіп, қазір 2000 тоннаға дейін. Мақсат Абдрахманов гектарына 700 центнерге дейін өнім алудамыз дейді. Шаруа қант қызылшасын жинау науқанын 4 күн бұрын бастапты. Бүгін алғашқылардың бірі болып өз өнімін өткізді. Жалпы дайынбыз биылғы жылға. Былтырда уақытылы өсіп бірінші өткіздік. Бірінші 10 күндікте бітіріп кеткенбіз. Былтыр 23 гектар сепкен, биыл 40 гектар септім. Көксу ауданында биыл 130-дан аса шаруа қожалығы 1822 гектар жерге қант қызылшасын еккен. Шаруалар кестеге сәйкес өнімдерін тапсыратын болады. Қазір зауыт маңындағы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін аудандық әкімдік пен полиция департаменті бірлесіп шаралар қабылдап жатыр. Біздің енді 136-ға жуық шаруа қожалығы екті. Күтіп отқан өніміміз сол 85-87 мың тонна жаңағы өнім аламыз деп күтіп отырмыз. Ал енді заводымыз қант қызылшасын қабылдауға, қант қызылшасын өндіруге толық дайын. Жетісу облысында биыл жалпы көлемі 12200 гектарға қант қызылшасы егілді. Облыс бойынша 528 мың тонна өнім жиналады деп күтілуде. Субсидияны қоса есептегенде зауытқа өткізілген қант қызылшасының әр тоннасы үшін 40 мың теңге төленеді. Одан өзге шаруа қожалықтарына тұқым, минералды тыңайтқыш, жанармай, техникамен қамту бағытында мемлекеттік қолдау көрсетілген. Дамир Нұрмұхамед, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысынан.